Ендеше не істейік? Қазіргі біздің деңгейіміздің, иманымыздың, яғни дейді, өзіміздің шамамыздың деңгейінде кейбір нәрселерді исламның шынайылығын көрсетуді мақсат етіп жатырмыз. Қазір соңғы уақытта осыны. Я пайғамбардың үйінде де әйелдермен айқай болды. Бұл нәрселер қоғамда айтылмайды. Тек қана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи әйелі осындай болған, мықты болған, керемет болған, керемет болған, керемет. Ана бір өмір сүрілмейтін бір сахна сияқты болып қойған аншыр. Хазіретті Айша сияқты әйел мүмкін емес, Хазіретті Айша сияқты болу деген сияқты. Жоқ, Хазіретті Айша анамыз да кәдімгідей қоғамда сенің, менің әйелім сияқты әйелдерден еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қызғанды, араларында ұрыс болды, бір-бірімен айқайласты, түнде аңдыды, үстіне аяттар түсті, солай ма? Бұл нәрселерді үйренуіміз керек та. Сосын әйелдерімізге келіп, кәдімгідей бұлай, не дейді, шынайы бет-пердесіне қарау керек. Мә, сен де осы күйіңде де жақсы екенсің ғой сен. Прям осылай. Сен не емес, олай емес. Сен не десең, о де, сен өмірің соңына шейін солаймен бірге өмір сүру керексің саған. Қайткенде, я онымен әдемі бір мүнәсәбә, керемет бір үйлесімділік болған күйде өмір сүресің, я болмаса арылдасып өтесің өмір соңына шейін. Бұл екі мүмкіншілік бар сенде. Неге? Өйткені сен Айша анамыздың тек қана керемет жерлерін көріп алдың да, сенің көзіңде Айша анамыз кемшілігі жоқ бір адам сияқты. Айша анамызға қарайсың да, әйелің айтасың, сен бар ғой, осы ажырасып кету керек еді сен. Олай емес қой асында. Айша анамыз да пенде. Ол кісінің де айқайлары бар, ұрыстары бар, қателіктері бар, жақсы жерлері бар, дұрыс жерлері бар, адам түсінбейтін жерлері бар кейде. Түнде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аңдитын. Солай ма? Менің әйелім мені аңдыса түсінемін. Менің әйелім мені түнде осы бір жаққа, осы түнгі сағат 1-ге шейін қаяқта жүреді осы. Күнде үйге 1-де келеді, 2-де келеді. Осын чота басқа бір әйел бар сияқты. Деп мені аңдыса түсінемін, мен пендемін ғой. Яғни пенде дегенде Алланың қолында тәрбиеленген бір адам емеспін ғой. Неме? Кітаптардан тәрбиеленген, ұстаздардан тәрбиеленген бір адам, кемшілік болуы мүмкін. Ол әлемдердің Раббысы тәрбиелеген пайғамбарға сенбей, сен түнде қаяққа барайын деп жатсың. Түнде пайғамбарымыз тұрып кетіп қалса, артынан аңдып жасады Айша анамыз бұл нәрсе. Не деген сөз? Айша анамыздың әлбетте алима жағы бар, мықтылық жағы бар, тәпсір жағы бар, ғалым жағы бар, фақихтық жағы бар, фатуада мықты жағы бар. Абу Ханифа айтады, егер Айшадан хадис келсе, еш ойланбастан аламын. Зерттеймін. Абу Хурайрадан хадис келсе, зерттеймін дейді. Қарайым, тексерем. Айшадан хадис келсе, тәрәддүтсіз еш ойланбастан аламын. Неге? Өйткені Айша анамыз алима, фақиха еді дейді. Көрген нәрсесін бәрін риуаят ете бермейді. Сұрыптайды, електен өткізеді, әбден қортып барып, ең керек нәрсені риуаят ететін дәрежеде ғалым адам еді дейді. Бірақ ғалымдығы бар, екінші жағынан пенде кемшілігі бар, тамақ істей алмайды. Үйдің шаруаларына керемет емес. Бір күні Сафия анамыздан бір табақ тамақ жіберіледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ұзақтан көреді. Табақ алып келе жатыр. Табақтың үстінде тамақ, тамақтан бу шығып келе жатыр. Сафия анамыз керемет тамақ пісіретін сондай керемет кісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да бұны біледі. Ішке кірді да айтты, Айша, Сафиядан бір тамақ келе жатыр дейді. Сыртынан қарағанның өзінде керемет көрінеді ана тамақ. Айша анамыз көтере алмай қалды бұны. Сафиядан тәтті тамақ келе жатыр деп. Сафияның тамағына қуанғанын пайғамбарымыздың көре алмай қалып, кәдімгідей осылай қызғанып. Қызметші әйелі алып келді, есікті ашты, кірді. Сафия анамыз сізге тамақ жіберді деп жатыр еді, патмостың астынан ұрды ғой былай. Патмостың астынан. Патмос бір жаққа, табақ бір жаққа, тамақ бір жаққа кетті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Айша анамызды тәрбиесі, бірақ тәрбиесі бар айтты. Тәбәссүм күлді. Не істедің сен деп жатыр, не істедің сен? Сәл араға біраз уақыт өткеннен кейін Айша анамыз өзінің дұрыс емес екенін білді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келді. Кешіріңізші мені, кешіріңізші. Кейде мен сондай ұстай алмай қаламын өзім. Қатты жақсы көремін сені, вообще қызғанамын сені дейді. Вообще бір адам менің алдымда келіп сен туралы бірдеңе айтты, тем более әйел адам болса, вообще мен мазам кетеді. Айтты, кешіресіз ба мені? Не сұрасаңыз соны жасаймын, егер мен кешірем деп уәде берсеңіз. Пайғамбарымыз айтып отыр. Шын ба? Шын. Точно ма? Точно. Олай болса, былай қылайық дейді. Табаққа табақ, тамаққа тамақ. Табаққа табақ, тамаққа тамақ. Осы жерден біз білеміз Айша анамыздың жағдайын. Айша анамыз былай дейді. Табаққа табақ оңай да, тамаққа тамағыңыз қиындау болып береді.
Тамаққа тамақ деген сөз не деген сөз? Табақтың орнына табақ бересің. Тамақтың орнына маған тамақ әкелесің деп тұр. Тамақ пісіріп әкел маған. Айтып отыр, мен Сафия сияқты тамақ істей алмаймын ғой білесің. Не істейміз енді? Енді бұны қалай шешеміз? Табақтан проблема жоқ, берем крутой табақ. Мен Әбу Бәкірдің қызымын ғой құрсын. Табақтың көкесі бар. Бірақ тамақ кішкене проблема бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бүйтеді. Деп жатыр. Не дейді? Айша бар, Сафияға бар деп жатыр. Сафияға өтін, пожалуйста, кешірші де. Тәрбие бір жағынан. Әйелдер болмаса Сафияның не жазығы бар? Тамақ пісіріп берген болмаса екеуіне. Айша анамыз барады, Сафиядан кешірім сұрайды, табақ апарады әдемі орнына. Одан кейін тамақ сұрайды, ол тамақ пісіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Сафияның үйіне келіп, Айша бәрі сол тамақты жейді. Мәселен бар ма? Мәселелер бар. Бұл нәрсені де білу керек. Әйелдеріңнен барып, анау не істемеңдер, потолокты талап етпеңдер, анау потолокты. Потолокқа тәрбиелеу керек. Егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әйелдерінде бір үлкен ұлылық, бір даналық болса, ол оның алдынан емес ол. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан оның тәрбиесінен. Сол себептен сенің әйеліңді көрсек, сенің әйелің қылықтарын көрсек, сенің кім екеніңді көреміз. Осындай. Яғни сенің әйеліңді көрсек, сенің әйелдің қылықтарын көрсек, сенің кім екенін көреміз. Неге? Өйткені білесіздер, әйел бізге берілген аманат. Оның тәрбиесі түгелдей біздікі. Егер әйел адам сенің алдыңа түсіп сөйлеп, екі ортада былай жүгіріп жүретін болса, сен ана бұрышта қалып қойсаң, онда әйелің сені тәрбиелеп жатыр деген сөз. Онда әйелің тәрбиелеп жатыр. Онда былайша айтқанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның аманатын әйеліңе беріп қойдың деген сөз. Әйеліңе беріп қойдың деген сөз.